Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйдің лағманын дайындайтын боламыз, яғни лағманның сорпасын сіздерге жасап көрсететін боламын. Ең оңай өзім жасайтын тәсілмен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық заттарды дайындап аламыз. Ет, картоп, сәбіз, пияз барлығыны майдалап кубиктеп турап аламыз. Сарымсақты турап аламыз, осылай бұрыштарды, болгарский барлығын турап аламыз. Қазанды қыздырып май саламыз. Етті салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Қызарғаннан кейін үстіне пияз саламыз. Оны да жақсылап алтын түстес болғанша қуырып алатын боламыз. Сосын үстіне сәбізді, тұрыпты, болгар бұрыштарын, сарымсақты салып, жақсылап қуырамыз. Кішкене қуырылғаннан кейін барып, үстіне томатты саламыз. Тағы да кішкене араластырамыз. Сосын барып, ең соңында картопты саламыз. Картопты да кішкене қуырып аламыз. Енді бір ас қасық ұнға 3-4 ас қасық суды салып, жақсылап комоктары қалмағанша араластырып аламыз. Бұл біздің сорпамызды кішкене қоюландырып береді. Тамағымызға тұз саламыз, қара бұрыш саламыз, сельдерей қосамыз. Мен құрғақ пайдаландым, егер свежий болса, соны қосасыздар. Үстіне жаңағы дайындап алған ұнды салып, жақсылап араластырып, үстінен суын құямыз. Барлығының мөлшері өз қалауларыңызша. Үстіне бір лавр жапырағын саламыз. Толық қайнап шыққаннан кейін баяу отта тағы да 1 сағат қайнататын боламыз. Сонымен тамағымыз дайын. Қамырының үстіне сорпасынан құйып дастарханға тартамыз. Өте дәмді болып шығады. Барлығыңызға, отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.